Біздің мысалы мына бауырымыздың күнәсі жоқ, 6 баласы қалды. Күнәсіз өлтірілген адам дүние үшін өлтіргенмен бірдей болады. Бұл деген өте сұмдық нәрсе, бұл болмайтын нәрсе. Қысқаша, өзім айта салайын. Бүгін дулап өлтірсе, ертең сендерді өлтіреді, оның ар күні сендердің балдарыңды өлтіреді. 30 жылдан бері мына билік әбден жемқорлыққа батып, елді осындай жағдайға алып келді қазір. Қытайға жұтылып кетуге дейін алып келді. Біздің елде бұл Украина, өркениетті Европа сияқты өзіңе ұнамаған президентті сайлау арқылы шығарып қуып шыға алмайсың. Біздің елде сайлаудың қандай жағдайда өтетінін бәріміз білеміз. Дулат осымен күрескен болатын. Шыдамның да шегі бар дейді ғой, қазақ айтады. Дулат әбден осыған әбден күйініп күрескен жігіт болатын негізінде. Ішіміздегі ең мықты күрескер азамат болатын Дулат. Шешен жігіт, түрмен тең, жомарт жігіт, баймен тең. Көк бітірмесін адамдар 100 болса да бірмен тең дейді ғой, қазақ айтады. Сондықтан оянуымыз керек мына жерде. Болмайды мынау, бауырымыз өліп жатыр. Одан артық шыдауға болмайды. Мына елімізде жазықсыз сотталып жатқан азаматтардың бәрі босатылсын елімізде. Мына билік түгел ауысу керек, біздің қазақ ояну керек. Мен білем, біздің халықтың барлығы осы өзгеріс болғанын қалап отыр мына жерде. Бірақ үйлерінде отырды. Сен қашан үйіңнен тұрып, оянып кеп күресесің, сонда ғана өзгеріс болады. Сен үйіңде отырған кезде саған біреу кеп өзгеріс жасап бермейді елімізде. Сондықтан күресу керек, күреспейтін қорқақ халықты, надан халықты Құдай да ұнатпайды. Мен осыны айтқым келеді. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Апай, Дариға апай. Так, мен біраз ой келіп. Ал енді. Өте қаралы, қазалы күнде жиналып отырмыз. Себебі барлығыңыз белгілі, бүгін өте ұлтшыл азамат, елдің серкесі, елдің халықтың мүддесі үшін күрескен мықты азаматымыз Дулат Ағаділ бауырымыздан бүгін айырылып отырмыз. Ол белгісіз жағдайда Астана қалалық тергеу изоляторында бүгін белгісіз жағдайда қайтыс болды. Ол елін сондай сүйген азамат еді. Елдің, халықтың бостандығы үшін, осы тәуелсіздіктің тұғырының биік болу үшін, осы елдің, халықтың өмірінің жақсы болу үшін өмірдің соңына дейін күресіп өтті. Ол 1 жылда 7 рет абақтыға жатты. Ол әрқашан әділдікті талап етті. Ол сондай мықты азамат еді. Енді осында тұрған барлығымызда Дулаттан жанымыз артық емес. Сол үшін біз келіп отырмыз осы жерге. Шыдамның да шегі бар. Бұл қашанға дейін жалғасады. Заманбек Алтынбектерден атты өлтірді. Енді міне бүгін Дулат Ағаділ бауырымызды осындай қайғылы хабарын естіп отырмыз. Сондықтан барша қазақ ояныңыздар ағайын. Қашанғы ұйықтап жатамыз? 100 жылдың алдында Мағжан Жұмабаев оян қазақ деген екен. Әлі ұйықтап жатырмыз ағайын. Сондықтан айналайын қазағым, бірігіңдер, бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ. Барлығымыз бірігеміз. Осы милицияларда мына полиция, міне қаншама азаматтар келіп отыр бүгін. Баршамызға бірлік керек. Осы бірлігіміз бекем болсын. Ертең сағат 3-те жиналамыз ғой, тағы да. Алматы қалалық прокуратураның алдында. Бостандық, саяси тұтқындарға бостандық берілсін. Бостандық, 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 бостандық. Оян қазақ, көтер басты! 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 Көтер басты! Ал тағы да кім? Так, мына талабарыңызды қайтадан оқимыз ба, оқымаймыз ба? Оқылды оған, қайтадан түсірілді ғой. Да, городская. Белсенділерді удан алын тоқтатсын, соны талап етеміз.
емес. Белсенділерді Құдалау тоқтасын. Мына 22-сінде ұсталған азаматтардың барлығы босатылсын. Саяси тұтқындар босатылсын. Ребята, кто не подписал, пожалуйста, никто не расходится. Подпишите бумагу, потом только уходим. Все подписали, ребята? Саяси тұтқындарды босатсын. Белсенділерді аңдуын тоқтатсын. Белсенділерді қамауды тоқтатсын. Демократияда сөз еркіндігі болсын. Сөз еркіндігін талап етеміз. Дулат Ағаділді өлтірген адамдар жазасын алсын. Давайте до завтра. Жақсы, қайтыңдар, енді ертең немеде үште келеміз. Народ, кто не расписался, распишитесь. Темір yazı бар жаққа кім қайтатты қойын? Ал жақсы ағайындар, бүгін осымен аяқтады. Біздің осы жердегі митингіміз. Баршаңызға рахмет. Оны Алматы қалалық ішкі істер департаментінің алдына жиналған едік, баршамыз наразылығымызды білдіріп. Ертең сағат 3-те Алматы қалалық прокуратураның алдында жиналатын болып тарқастық. Баршаңызға Алланың нұры жаусын, қолдаған азаматтарға. Аман болыңыздар. Бүгін Дулат Ағаділ бауырымыздың қазасына байланысты осына жиналған едік. Келіп алып шықты. Ау, Айгерім, мында. Бізден полиция көп бұл жерде жиналған. Сонымен енді қайтып. Сіз қай жаққа қайтасыз? Жерлес. Жоқ, мен әзір айтпаймын. Жақсы. Қайтып па? Бүгін еді. Иә. Қайттық енді бүгін. Жүріп кеттік. Жоқ, мен арайлыммен күйіне қарайып жатырмыз. Қай жаққа? Барасың, бош жерге. Шаршы кеттік. Аяқ алып кеттік. Жоқ, үйге қайтып. Давайте. Қайтамыз. Ертең келсеңіз ғой? Жарайды, жақсы. Жазам мен сізге, иә? Жарайды. Ау. Иә, сен қайтасың ба? Кел сен бірге. Жақсы, онда баршаңызға Алланың нұры жаусын. Бүгін Алматы қаласының ішкі істер басқармасының алдына келеміз. Полиция жиналған халықтан көп. Сонымен қайтып бара жатырмыз енді. Ертең сағат 3-те жолығатын. Баршаңызға рахмет, Алланың нұры жаусын. Ертең жолыққанша. Ертең сағат 3-те Алматы қалалық прокуратураның алдында. Жолыққанша. Белсенді азаматтарымыз аман болсын енді. Бұндай қайғылы жағдай болмасын. Дулат Ағаділ бауырымыздың отбасына қайғырып көңіл айтамыз енді баршамыз. Аман болыңыздар. Қолдау білдіріп тікелей эфирде тамашалап отырған барша азаматтарға рахмет. Сау болыңыздар.